қойыңыз. Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін мен сіздерге шиқыраққа өте ұқсас құрақ түрін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік. Бізге керекті заттар: 2 түсті матовый белюр, қалам, қайшы, сызғыш, шыт мата және тігін машинасы керек болады. Ең алдымен шыт матамыздың 2 бұрышын бір-біріне қосып, дәл ортасын анықтап аламыз. Дәл ортасына ақ матамызды 2,5 сантиметр қап қырқып, дәл ортасын сызылған сызықпен бұрыштарының сәйкес келуін анықтап, дәл ортасына тігіп аламыз. Шиқырақ сияқты сосын көк матовый белюрімізді тігеміз. Шиқырақтан айырмашылығы бұда қарама қарсы жақ болып тігіледі. Көк матовый белюрларымызды ашып, түзулеп, енді ақ матовый белюрімізді үстіне тігеміз. Астындағы матовый белюрімізді тартыңқырап отырып тігеміз. Қарама қарсы ақ матовый белюр тігіп аламыз. Видеодан көргеніңіздей менің артымнан қайталап тіксеңіздер, дәл-ме-дәл құрақ түрі шығады. Дәл осылай жалғастырып 4 қатар тігіледі. Жегін бекітіп тігіп шығыңыздар, артық матасын кесіп алып тастаңыздар. Достар, менде осындай әдемі құрақ түрі шықты. Ол шиқыраққа өте қатты ұқсайды. Лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Менімен бірге болғандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.